Математика пәні, сабақтың тақырыбы мәліметтер жинау, 60-шы сабақ. Бүгінгі сабақта деректер жинағын жүргізуді, жүйелеуді, кестелер мен диаграммалар құруды үйренесің. Оқушылар, бұл диаграмма. Диаграмма арқылы бірге сұрақтарға жауап берейік. Диаграммада барлығы неше қара қой бар? Қара қойларды санайық. Төменнен жоғарыға қарай санаймыз. 1, 2, 3, 4. 4 қара қой бар. Ал ақ қой ше? 1, 2, 3. 3 ақ қой бар. Қара қой ақ қойдан нешеу артық деп ойлайсыңдар? Дұрыс, біреуі артық. Ал ақ қой қара қойға қарағанда нешеу кем? Дұрыс, біреуі кем. Енді келесі диаграмманы бірге толтырайық. Бұл балалар жиһаздар берілген. Яғни ас үй жиһазы мен техникасы, қонақ үй жиһаздары, жатын бөлме жиһаздары. Әрқайсысын дұрыстап орын-орнына қоямыз. Ас үй жиһазына тоңазытқыш, үстел орындық және пеш жатады. Әрі қарай суретке қарап, қонақ үй жиһаздарын орналастырайық. Диван жатады және теледидар жатады. Жатын бөлме жиһаздарына кереует және шкаф. Яғни балалар, біз диаграмманы толтырдық. Оқушылар, келесі тапсырма номер 2 есеп. Алдымызда тұрған диаграмманың кестесін дәптерімізге сызамыз. Суреттерді пайдаланып, диаграмманы дұрыс мәліметтерін толтырып, дәптерімізге жазамыз. Жазғы балалар лагері. Біздің ауылда шілде және тамыз айларында болған. Шілде айында 35 бала демалса, ал тамыз айында шілде айына қарағанда 5 бала артық демалды. 2 айда барлығы неше бала демалды?